Құрметті достар, Ашаматайды жекпе-жекке шақырғанын қоғамда өте қатты талқыланып, және маған шабуылдар басталды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ашаматайды дебатқа шақырған заңгерге шабуыл жасалып жатыр екен. Мына видеоны түбіне дейін көріңіздер. Міндетті түрде қызық болады. Бастайық. Мына Мирма Шекеев дейтін заңгерді білесіздер. Бұл кісі Ашаматайды дебатқа шақырған болатын. Содан Ашан фанаттары тарапынан бұл кісіге шабуыл жасалып жатыр екен. Жаңағы Ашан фанаттары жазып жатыр екен мына кісіге. Ашанның орнында Мейрамбек Беспаев, Димаш Құдайберген сияқты әншілер болғанда мықты. Сен оларды Ашан дебатқа шақырғандай шақыра алар ма едің деп тесіп жазып жатыр екен да. Ашан фанаттары. Ойлаңыздаршы. Мейрамбек Беспаев жарайды. Димаш Құдайберген мен Ашаматай. Қалай ол? Екеуін былай салыстыруға келе ма? Жоқ, әрине келмейді. Димаш кім, Ашаматай кім? Димаш Құдайберген бүкіл әлемді қазақса сайратып қойған адам да. Аша кім? Ашаматай. Қалаулым жүргізді. Бір кезде осы қалаулымға ел қалай қарсы болды? Осын жауыңдар көзін құртыңдар деп қарсы болды ғой. Біраз адам кішігірім митинг жасап қарсы болған болатын қалаулымға. Қарсы болып жатса да бұл қалаулымды жаппай қойған адам да. Міне, Аша кім, Димаш кім, міне. Одан Димашты білесіздер, әлемдік жұлдыз да, бұл әлемдік жұлдыз. Сөз жоқ. Бір кезде мына елді су басқан кезде қалай көмектесті? Келіп көмектесті ғой. Көмектесті. Ал Ашаматайды алып қарайық. Ол су басқанды қоя тұрайық. Ел ішінде не бір әділетсіздіктер болатты, не бір жағдай, не бір табиғи апаттар болатты да. Сонда бір үні шықпаған адам да бұл Ашаның. Түсінен де бір әлемдік жұлдыз болса жайды да, Димаш сияқты. Қолы тимей атса. Ойбана, Қазақстанда не болып атқаны мен қолым тимей атыр, кешіріңдер деп айтуға болады ғой енді. Әлемдік жұлдыз болса да. Димаш қараңдар, әлемдік жұлдыз да бұл. Соның өзінде кеп елді бір кезде су басып атқанда қалай көмектесті? Әйтпесе біреулер арқылы көмектесе салуға болар еді ғой Димаш. Жоқ, өзі кеп жаңағы апат болған жерлерге кеп көмектесіп жүр да. Ал Ашаң мынау. Не бір жағдайлар болды ел ішінде. Не бір әділетсіздіктер болды. Бір үні шықпаған адам да. Қалай салыстыруға келеді жаңағы Мирма Шекеевке жазып атқан Ашан фанаттары. Ашанның орнына дейді Димаш Құдайберген болғанда осылай дебатқа шақыра алар ма едің деп тесіп жазып жатыр да. Қай беттерімен жазып отыр олар. Димашқа да, Ашаға да. Мақұл Мейрамбек Беспаев. Бірақ Димашпен етгендері орынсыз болды өте. Ашан дебатқа шақырғанын білесіздер, Мирма Шекеевтің. Ашаға кел деді. Екеуміз көрсетейік, білім деңгейімізді халық көрсін. Депутат болуға, саясатпен айналысуға кім лайықты? Білім деңгейімізді көрсетейік, сосын халық бағасын берсін. Халық лайық деген адам барып, саясатпен айналысын деп айтып атқаны ғой. Оны Аша мен ұрысуға шақырды деп түсініп отыр. Қысқасы осы. Одан кейін осы жағдай бойынша Ашаматай саясатпен айналысады деп отыр ғой. Ашаның орнына дейді Руслан Өтепбай болғанда жақсы болатын еді деп жатқандар да бар. Шынымен де Руслан Өтепбай өте лайық. Ашаның орнына саясатпен айналысуға өте лайық. Руслан Өтепбай болсын, мына заңгер болсын, әбден лайық кісілер. Сонда қазір түсінбеймін да бұларды. Міне, елде саясатпен айналысатын адам жоқ болып жатса. Адам жоқ. Адам таппай жатырмыз. Оқыған, тоқыған мамандар жоқ. Амал жоқ. Адам таппай жатқаннан кейін міне әншілерден алып жатырмыз дейтіндей жағдайда емеспіз ғой біз. Құдайға шүкір, оқыған, тоқыған адамдар, азаматтарымыз жетеді ғой да. Жаңағыдай елде адам жоқ. Оқыған, тоқыған ешкім жоқ. Амал жоқ. Саясатпен айналысатын адамдар жетпей жатыр деп барып мыналар шақырып атқан болса бір жөнді. Олай емес. Жетеді оқыған, тоқыған адамдар. Тым болмаса бұлай болса, мақұл, Аша депутат болса болсын, саясатпен айналыссын. Онымен қатар Руслан Өтепбайды да өткізіп жіберсе болады ғой. Енді
мына видео көріп отқан кісілер қалайтын шығар енді Руслан Өтепбайдың осылай аша сияқты саясатпен айналысқан. Құр жаңағы наразы болып отпай, комментарий жазып отпай, іске көшу керек сіздерге. Егер Руслан Өтепбай да осы Аша Матай сияқты саясатпен айналысын деп атсаңыздар, бәріңізде әлеуметтік желі бар, Инстаграм бар. Жазыңыздар әкес, пост салыңыздар. Жаңағы Аша Матай Қазақстан Халық партиясы ма? Сол жаққа кетіп жатыр ғой, сол жаққа жазыңдар. Міне Ашамен қоса Руслан Өтепбайды да қосыңыздар. Бұл кісі де саясатпен айналысын деп. Көп адам жазса, олар да қарайды ғой. Сол айдарым, егер Руслан Өтепбай ол кісі де саясатпен айналысын, Аша сияқты десеңіздер, құр комментарий жазып отпай, міне жаққа іске көшіңіздер, әлеуметтік желіге салыңыздар. Ұсыныңыздар мынаны өздеріңіз Руслан Өтепбайды. Осылай кез жасаңыздар болды енді. Осылай. Руслан Өтепбай саясатпен айналысын. Аша Матайды алып таста деп от. Аша Матай қай десем болады. Аша Матайдың орнында болмаса да Аша Матаймен қоса. Аша Матай да жүре берсін, Руслан Өтепбай да жүре берсін. Зато ертең халық бағасын береді да, бұлар саясатпен айналысқаннан кейін кім қалай жұмыс жасап жатыр. От. Тағы не айтайын деп едім. Аша. Шынымен де Аша Матай бір кезде қалауын жүргізген кезде қарсы болған адамдар көп болды. Сол кезде жаппай қойды ғой бұл жарықтық. Одан ары күшейді ғой қалауындары. Қазір қалауым бар ма өзі? Бар ма қалауым? Кім жүргізіп жатыр өзі? Тағы не айтайын деп едім. Аша Матай, Руслан Өтепбай. Руслан Өтепбай неғып өзін етпейді екен, неғып өзін ұсынбайды екен, неғып өз... Бірақ, мына заңгер кісі, жаңа халық басында Аша Матай саясатпен айналысады дегеннен кейін айтты да бұл. Ой, Аша екеміз дебатқа шығайық, кім лайықты екенін көрсетейік деп. Руслан Өтепбай да солай шыққан кезде қызық болатын еді да. Онда Руслан Өтепбайдың жақтаушылары, оқырмандары тіпті көп та. Халық арасында бедел тіпті зор да ол кісінің. Ашаны вообще нет жүретін еді. Қай десем болады. Ашаны вообще өшіріп жүретін еді онда. Руслан Өтепбай сөйтіп шыққан болса. Давай Аша дебатқа шығайық. Халық, болмаса халық өзі таңдасын. Сені, мені кім депутат болуға, кім саясатпен айналысуға лайық. Халық өзі таңдасын, дауыс берсін. Кімді лайық десе, екеуміздің жолымыз барып, саясатпен айналысайық. Өтпей қалған адам кетсін деп. Сөйтіп айтқан болса, онда қиын болады деді Ашаға. Мейірман Шөкеев бұл кісінде халық қолдайды, жақсы көреді. Бірақ Русланның орны бөлек еді. Руслан Өтепбай бұлай жасағанда Ашаның жағдайы қиын болатын еді.